келгенде болса жұмысқа шығарып деген сияқты бұйырса. Сенші бачата? Енді мен шынында айтайыншы, негізі үлкен семьяны жақсы көремін. Үлкен үйде кәдімгідей көп адам болып тұрған адам, ата-анаңмен, әрине ата-анасымен тұрған ол дұрыс. Просто қазір Камила қандай байлықтан айырылып жатқанын білмейді да, бас тартып жатқанын білмейді. Так что негізі тұрған дұрыс ата-анамен. Рахмет. Ортадағы таныстыққа не айтасың? Орта таныстыққа өте әдемі қыз келді. Енді білмеймін, жаңағы айтып жатыр ғой, мүмкіндігі шектеулі деп айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Өйткені ертең не болатынын бәріміз бір Аллаға ғана мәлім. Тым жақсы әп-әдемі қыз келді, сонда ажырасқан қыздар, мүмкіндігі шектеулі қыздарға бақытты болуға лайықты емес пе? Айтшы Абзал. Қойшы. Ар жақта отырып бәрі жақтаса, күшті көрінгісі келетіні барлығы сондай. Ал ашық қыз деген тура айтқан кезде ойбай сен. О, молодец. Ақанай қатты айтпадың жалпы Мен қазір барынша жанымды ашытпай, Жоқ, қатты айтқан жоқ, кесе айтты ғой. Сен ұнатпайсың ғой жылдан, дауысы ұнамайды деп. Дауысы ұнамайды, киінгені ұнамайды, маған ештеңе. Мен естіп жатқан жоқпын негізі, жұмыстан не айтып жатыр, не айтып жатқан жоқ қой. Шапалақтан ауырып отырмын, үміткер қолдап. Молодец. Бірде көл, бірде шөл. Сен. Неге? Не үшін олай дедіңіз? Білмеймін. Мен негізі дұрыс емес жерде дұрыс емес сенікі деп бәріне айта аламын. Пікір шығар. Кеше шығарып салып жылап алдым. Жақсылап. Енді кім тұрады сенімен бірге? Бота? 5 маусым. Көп түсірмейсің ғой ботаны, үйге көп келмеймін ғой? Екеуміз бір-бірімізді, графигіміз бір-бірімізді көп көрмейміз. Ашшы деп қой, өзі көргенде ашшы деп қой. Сен уыз шығады, бірақ артыңа... Сен кіммен тұрасың? Ата неме тұруға қарсы емессің ба? Ұрысқақсың ба? Бәрін сұрап жатсың. Не айтып жатсың Ақанайға? Сен үйретіп жатсың ба не? Сен қызға бөлмедім дейді да. Типа арғарatan қараймын, сөйтем, бүйтем деп айтып жатыр да. Қызға қызығушылық болмаса, әрине ол ақша бермейді, квартира алып бермейді. Рас қой?